Мен тұрмыстағы әйелмін, арым таза болып босағаттадым. Бірақ күйеуім маған дейін үйленген. Мен оған тұрмысқа шығар алдын оның бұрын отбасылы болғанын, осыдан 5 жыл бұрын ажырасқанын біле тұра тұрмысқа шығуға қарсылық танытпадым. Өйткені ол мені үй ішімен таныстырып, болашақ келіндеріңіз деп айтқан болатын. Екеуміз қыз бен жігіт болып жүргенде ол үнемі маған алғашқы әйелін жамандайтын. Мен де ол кезде жас болған шығармын. Бір жақты пікірді тыңдап, сүйгенімнің айтқандарына көзсіз сене беруші едім. Үйіне барғанда да менің болашақ енем және сол үйдегі адамдардың барлығы да бір ауыздан бірінің аузына түкіріп қойғандай бір сөзді қайталайтын. Кеткен әйелдің соңынан айтатын айыптаулары да өте көп болды. Содан мен соншама адамның пікірі бір жерден шығып тұрған соң қалай сенбеймін? Шынында да әйелден жолы болмаған екен, әйелі нашар болып жолыққан ғой деген тұжырымға келдім. Әрине, мен бұрын есік көрмеген қызбын. Тым жас болмаса да отырып қалған жоқпын. Менің әлі де өмірлік серігімді таңдауға уақытым жеткілікті болатын. Бірақ білмеймін. Мен тәтті сөзге ерген шығармын. Күйеуімнің алдын ала дайындап келген тәтті сөздерін естіп, өзімнің оған қалай ғашық болып қалғанымды да аңғармай қалдым. Ол мені қатты қызғанатын, себебі ойынан айнып қалама деп қорықса керек. Сөйтіп ата-анамның алдынан өтіп сырға салуды қажет деп санамай, оңтайлы сәтте алып қашты. Мен қарсылық білдірмедім, өйткені екеуміз үйленеміз деп шешкенде мен одан құда түсіп алуын өтініп едім. Ол мұндайды онша құптай бермейтінін, бастысы екі жас бір-бірін қалап тұрса, қандай жолмен үйленсе де ақ некесі қиылса, бақытты болса болғаны деген ойда екендігін де айтқан болатын. Оның үстіне құда түсіп алатындай әке-шешесінің де жағдайы жете бермейтінін, біртіндеп құдалықтың жолын жасайтынын айтқанда өзінің ойы сол екендігін білдіргенде мен де қарсыласпаған едім. Анама да бұл жігіт жайлы айтқанымда қарсы болмаған. Ер адам әйелдің өткеніне қараса, әйел ердің болашағына қарайды. Келешекте сені бақытты ете алатынына көзің жетіп тұрса, мен қарсы болмаймын деген болатын. Анамның сол сөзін көңіліме медет санап тұрмысқа шықтым. Біз үйленгеннен соң бір ай өтер-өтпестен мінезін көрсете бастады. Бұрын қалай байқамағанмын, өзім де түсінбей қалдым. Мені кемсітеді, ар-намысыма тиетін сөздерді айтады. Мен басында жылап қалушы едім. Кейін бұл қылығын үдеткен сайын мен де қарсы сөз айтатын болдым. Өзімді қорғағым келді. Болмысымнан өзім өте сабырлы адам едім. Күйеуімнің қылықтары ащы тілімнің шығуына мәжбүр етті. Енді оның бірінші отбасы неліктен бұзылғанына көзім жете бастады. Өзін ақтап кеткен әйелін жамандап отырғанда мен ол әйелдің жағдайын түсіне алған жоқпын. Қазір ойлап отырмын, ешқашан жақсы еркектен әйел кетпейді деген сөз рас екен. Бірде оның сүйектен өтетін сөздері жаныма батқаны. Сонша алғашқы әйелінің күйін жақсы түсініп тұрғанымды, ол әйел керісінше дұрыс істегенін, оған шыдау мүмкін емес екенін айтып салдым. Менімен шапылдасып ұрысқанда бет қаратпайды тіпті. Сенің шешең оңбаған, әкең жынды, бауырларың дүние қос, сенің отбасың біртүрлі деген сияқты сөздерді көп айтатын. Ата-анам мен бауырларыма тіл тигізгенде мен қарап тұрам ба, қарсы сөз қайтарам. Сонда ол жағыңды сындырып қолыңа берем де, сол жынды отбасыңа қайтадан апарып тастаймын деп өзінше доқ көрсететін еді. Мен де кетіп қалдым сосын. Бір жылдай уақыт анамның үйінде тұрдым. Күйеуім жалынып, жалпайып кешірім сұрап қайта келді алдыма. Аз уақыт бірге тұрсақ та ол маған қол көтермеген, бірақ сөзбен жеп қоятын. Арамызда бала болмады. Қайтадан онымен бірге кетпесем де болар еді. Анам қанша рет айтты. Барсаң тағы да осындай жағдай қайталанады. Ауру қалса да әдет қалмайды. Араларыңда бала жоқ кезде қайтадан барудың қажеті жоқ. Жаңа өмір баста десе де мен анамды тыңдамап едім. Енді өкініп отырмын. Қазір құрсағымда бала бар. Ажырасып кетуге әлі де болатын шығар. Бірақ мен құрсағымдағы баланың тағдырын ойлап отырмын. Балам үшін шыдайым десем де, оның өзгеретініне күмәнім бар.